Жаңа диярға бардым. Дусалиев диярға бардым. Сонда қалсам, күйің номерін неғыл, маған көрсетші несін десем, обедтен кейінген саат 3-те келіңіз, нелерін шығарып берем, қазір база істемей жатыр деді. Сосын саат 3-те қайта бардым. Сонда қалсам әзірде не деп, ол кезде видеоға басып барғам. Саат 3-те барғандан кейін видеоға басқан жоқпын. Былайша сөйлесейік деп, бәрін сөйлесіп, бір жарты саат сөйлесіп отырып айттым. Адалдық жоқ анау деп. Сонда соң база істемей тұр, понедельник келіңіз деп және жіберді. Соңға барып сонда база істеп тұр. Сонда міне копияларды алдым. Жіберген міне копиялар. 10 лист. Сонда алдындағы қайта ассамблеяға бардым, бақшаға. Әйелмен сөйлесем приемныйда деп. Сағат 4-те. Барсам ояқ жауық тұр. 5-10 минут күтіп тұрдым. Ояқта да әйел отырғанда келген жоқ. Сонда қайтып кеттім. Мұны бәге осындай бұлқ болып отыр ғой, бірдеңге қылайықта. Мен айттым неге диярға, понедельник күні болды, енді президентқа жазам, жұмыс істеп жатқан жоқсыңдар деп. Азандан кешке дейін бір койын номерінің несін аламағаннан кейін көпесін не аламыз, не деген сұмдық бұл. Бәке, сізбен ассамблея Кентау қаласының, сізбен жолғамасақ, 3 апта болды. 3 аптадан бері ештеңе істеп жатқан жоқсыз. Басында айттыңыз, заявление жазбай тұр, бір аптада решет етіп береміз дедіңіз. Енді заявление жазамын сіздердің үстілеріңізден сондай президентқа. Международный ол кеше неге де айтқам, мен өзбек болғаннан кейін, орыс болғаннан кейін қабылдамай жатыр ма, сатып алды, жұмыс істеп жатыр. Сонда бәрін айтып енді жазамын понедельник күн. Ол сіздердің понедельник сіз шақырып жатырсыз, кел сөйлесеміз деп. По-моему, одан да сізден толық болмайды. Рахмет.